ата-аналар, қонақтар, бүгін біздің бүлдіршіндеріміз балабақшамен қоштасып, алғаш рет мектепке қадам басқалы отыр. Осы салтанатты мерекені ажап көңіл күймен тамашалап, балаларымыздың білімі мен өнерлеріне тәнті болыңыздар. Олай болса бүлдіршіндерімізді сахна төріне шақырайық. Облыстық жеңістің 70 жылдығына байланысты көрініске қатысып, екінші орын алып келген бүлдіршіндеріміз Итембек Шадияр мен Аманқос Әнелді ортаға шақырамыз. Алдағы жеңістің 2-ші жылдығына байланысты бәйтерек оқудан 1-ші орын алған Ринат қызы Аружан мен Сайранқұлы Бекжанды ортаға шақырамыз. Аудандық балалар фестивалінде биыл ғалымнан бас жүлде алған Шырақбай Перизат пен Бейсенбек Жансейітті ортаға шақырамыз. Балабақшада өткен фестиваль сайысында 3-ші орын алған Марат қызы Дана мен Аманқос Әнелді ортаға шақырамыз. Аудандық балалар фестивалінде биыл ғалымнан бас жүлде алған
Балғыбек балабақшасының ертеңгілігінен мен жаңа мына Горчиченко қаласы туралы, Иса Досан туралы, сіздердің балабақшаларыңыздың алдында салынып жатырған сіздердің ертең баратын мектептеріңіз туралы репортаж жасаймын деп фотоға түсіріп келіп жүрсем, кешігіп қалдым деп ойладым. Кешікпесем, онда сіздердің ертеңгіліктеріңізді тамашалайын. Қане, кім газетке шыққысы келеді? Бәріңіз газетке шыққыларыңыз келе ме? Ертең газетте өздеріңіздің аттарыңызды оқып, өскенде кім болатынын кім айтқысы келеді маған? Диктофонымды қосайын, кім айтады кәдеге? Бірінші атыңызды айтамыз, айтау атыңды. Менің атым Әділ. Мен достарыма жақсылық тілеймін. Рахмет. Ал Ринат айтамын. Менің атым Ринат. Мен өскенде салат болуым керек. Оны қорғайсыз айтамын. Ал Камшат айтамын. Камила. Мен өскенде менің атым Камбоз. Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Ой жарайсың, арамызда дәрігерлер бар екен. Арамызда ертең тағы кім айтады? Қане, Ахмедияр айтамын. Менің атым Ахмедияр. Мен өскенде ұшқыш болуым керек. Аспанды зерттейтін, аспанды зерттейтін арамызда ғалым да бар екен балалар. Ертең сіздердің аттарыңызбен газетке шығатын боламыз. Ал ертең сіздердің достарыңыз әр мектепке бөлінесіздер. Біреуіңіз орыс мектепке барасыздар, біреуіңіз қазақ мектепке барасыздар. Сіз достарыңызға келе айтасыздар ма? Қане, кім айтады газетке? Ана сөйлеген балалардан бөлек кім сөйлейді газетке? Айта ғой, аты жөніңді айта ғой. Менің атым Анжан. Қандай тілек айтасыз? Мен достарым көп болсын деп тілеймін. Ой жарайсың. Тағы да кім айтады? Бейбарыс айтасың да? Айта ғой, атыңды ма? Атыңды айта ғой. Менің атым Арсен. Мен достарыма сынықты тілеймін. Ой жарайсың. Қане, айта ғой, атыңды айта ғой. Менің атым Азамат. Мен өскенде достарыма жақсылық тілеймін. Ой жарайсың. Қане, міне барлықтарыңыздың клиптеріңізді тыңдадық. Ертең барлығымыз біздің ауданнан шығатын Ақбет Қарай газетке шығатын болады. Аты жөніңді айта ғой. Менің атым Анжан. Қандай тілек айтасыз? Мен достарым көп болсын деп тілеймін. Ой жарайсың. Тағы да кім айтады? Бейбарыс айтасың да? Айта ғой, атыңды ма? Атыңды айта ғой. Менің атым Арсен. Мен достарыма сынықты тілеймін. Ой жарайсың. Қане, айта ғой, атыңды айта ғой. Менің атым Азамат. Мен өскенде достарыма жақсылық тілеймін. Ой жарайсың. Қане, міне барлықтарыңыздың клиптеріңізді тыңдадық. Ертең барлығымыз біздің ауданнан шығатын Ақбет Қарай газетке шығатын болады. Жарай ма? Ал мектепте оқушыларыңыз келе ме сендер? Жарайды. Енді сіздер сабақты жақсы оқитын, үлгілі, тәртіпті бала болыңыздар. Мен сіздердің ертеңгіліктеріңізді соңына дейін тамашалап, сіздердің әдемі кештеріңізді газетке дайындауға материал жинайын. Жарай ма? Тілші, олай болса бізбен бірге болыңыз. Біздің бүлдіршіндеріміздің өнерін, білімін де тамашалаңыз. Жарайды. Мектеп ана шақырады. Рыстаудан алдымызда әй-той санамын. Ұстасамды балабақшам сенімен, санамды өзің деген өнеген. Биыл күзде мектепке біріншіге барамын. Мақтанбай мектепке дайын дәптер қаламын. Мынау есеп кітап, мынау айғыз әліппен бәрін жинап сақтадым. Білімге жол аттадым. Ән, әзір ән!
Солай ма? Қош келдіңіздер білімпаз ата мен Құмай ана. Қош келдіңіздер. Жақсыны көрмекке келдік деген балалар, сендер мектепке барады дегенді естіп, сендердің білімдеріңді не үйреніп, не білдік деп көруге келдік. Біз құр қол келген жоқпыз. Өзімізбен бірге өзімізді ойымызды ала келдік. Білімімізді тексеруге балалар. Қане, білімпаз ата, сіз бізге қандай ойын алып келдіңіз, көрейікші. Балалар, білімпаз ата, бізге білгір деген ойын алып келіпті. Ал сіздер ойын ойнауларын келе ме? Ендеше мен ойынның шартын түсіндіріп жіберейін. Балалар, бұл ойында екі топқа бөлінген. Екі топ, бір топ сандар тобы, екінші топ білім әріптер тобы. Енді екі топқа бөлінген балалар екі тақтаға өздерінің білетін кеспе әріптермен сөздерді жазады. Ал қай топтың балалары көп сөз жазса, сол жеңіске жетеді. Ал сіздер жеңіске жеткілері келе ме? Ендеше келе ғой, Тамила. Алдынан Аружан келе ғой. Қандай сөз жазғандарыңды балалар оқып береміз ата мен әжеге. Ана деген сөзді жаздым. Аружан. Назым, мына келе ғой. Назым деген сөзді жаз. Альбира мен Мират шығады. Жүрейміз. Үлгереміз балалар. Альбира шығады. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келе ғой. Ал балалар, енді менің алып келген ойынымды ойнап көрейік та. Майана, сіздің ойыныңызды көре берейін. Ойынның аты кім жүйрік дейді. Балалар, жаңа біз сауат ашудан ойын ойнадық, иә? Енді қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастырудан ойнаймыз. Бұл ойында балалар, бұл ойында бірден онға дейін тура және кері салам беріп екі топта. Және бірден онға дейін орысша, ағылшынша санауымыз керек. Екі топ жарысады. Кімнің қай топтың балалары көп санаса, сол топ ұстайды деді. Тұрамыз балалар. Енді балалар, біздің ата мен әже сіздерге ауызша есеп алып беріпті. Ауызша есептерін шығарамыз ба? Ал ата-аналар, сіздер де ауызша есепті білесіздер ме? Біздің балаларымызды тексеріп, өздеріңізде ауызша есептер ойлап отырыңыздар. Бірақ тек 10-ға дейін болу керек. Біздің балаларымыз 10-ға дейін үйренді. Қане, ана, бірден 10-ға дейін. Ал, келесі тұрса, Нұрай санайық. Орысша, бірінші қазақша бірден 10-ға дейін тура және кері санайық. Ал орысша санайық мәди, орыс тілінде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал оператив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Өте жақсы. Ал ағылшынша кім санайды? Кел Шадия санайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фатима ағылшынша санайды. Барлығы қораны неше бала келіп балалар? Шадия, жүріп бірінші. 6, 5, Неше осында Шадия? 3, 3-ке 3. Дұрыс, жарайсың. Ал Майана, қандай есебі бар екен? Ойын алаңында балалар 7 топ бар екен. Соның
пештің жарылып қалыпты. Сонда қаншадық? Аудандық ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған мәнерлеп оқу сайысының бірінші орын иегері Ринат қызы Аружанды ортаға шақырамыз.